Қайын атам бүйірімнен теуіп оятты. Тұрмысқа шыққанша газет-журнал көп оқыдым. Ене мен келін деп басталатын әңгімелерге әбден тойып алғам. Әпке-жеңгелеріммен сөйлескенде де алдымен енеммен қарым-қатынас мәселесі сөз болатын. Сол себепті іштей келін болғанда енемен қалай қарым-қатынас жасаудың жоспарын құрып, тас түйін дайындалып алғам. Бірақ мені басқа сюрприз күтіп тұр екен. Менің жауым енем емес, атам боп шықты. Келін боп түскеніме 5 жылдан асты. Күйеуіміз екеуміз 2 жыл жүріп, танысып, білісіп, барып бас қостық. Оған еш ренішім жоқ. Енем марқұм да жақсы кісі еді. Жуас, бір тоға, ешкімге артық әңгімесі жоқ, тамаша адам еді. Жүрегі ауыратынын бәрінен жасырып, ақыры бақилық болды. Қайын атам енеміз бар кезде де маған қырын қарайтын. Ал ол кісі кеткелі тіпті құтырып кетті. Мінезіне шыдау мүмкін емес. Атамыз жастайынан ішімдікке әуес болған екен. Бірақ малды кісі. Бордақлап, семіртіп, сатып, ақша тауып отырады. Сол себепті болса керек балаларын оқытып, бәріне жоғары білім әперген. Енеміздің көніп шыдағаны да дүниенің арқасы шығар. Бірақ қанша бай болса да сараңдығынан зардап шегіп келеміз. Келін боп түскесін бір аптадан кейін жұмысқа шығатын болдым. Енем марқұм жейтін тамағыңа, жол күреңе жаратасың деп, қолыма 1000 теңгеліктен 5000 теңге салып еді. Атам қабағын түйіп, біз онсыз да бұл келінді алу үшін әбден шығындалдық. Сонша ақшаны не істейді, әкел бері 2000 теңге деп, 2000 теңге де жетіп артылады деп, 3000-ын санап өзіне алып қойған. Енемнің түрі өзгеріп кетті де, мені шығарып салу үшін көшеге дейін шығып, атаңның осындай мінезі бар енді, қыз балау, онша-мұншасын көңіліңе алмай-ақ қойшы деп қайтадан қалтама 3000 теңге салып жіберді. Алмасыма қоймады. Обалы не керек, күйеуім де, қайнағам мен қайным да әкелеріне ұқсамаған, өте көңілді, реті келсе орнымен әзілдесіп, істеген тамағымызды мақтап жеп отырады. Ал атамыздың көңілін табу қиын. Бір күні үйде мал сойылып, енем екеуміз ішек қарын аршыдық. Қаланың қызымын, ондайды өмірде көрмегем. Абайсызда ішектің бір шеті жыртылып кетіп, шара толы су былғанып қалды. Мұны мал сойып тұрған атам байқап қойыпты. Далада тұрмын-ау деген жоқ, көршілерге естірте, көрдің бе? Келініңнің қолынан түк келмейді. Осындай адамды тауып келген балаң да жар емес. Саған тартқан деп енемді тілдеп, ауланы басына көтерді. Бірер уақыттан кейін даладағы қазанға қуырдақ пісірсін деп тапсырған екен. Енемнен көргенімді істеп, астына от жағып, қуырдақты дайындадым. Бірақ оты біресе жай, біресе қатты боп, тураған картоптың езіліп кетіпті. Леген толы тамақты атамның алдына қоя бергенім сол еді. Не мынау деп бақырсын. Боқ сияқты бірдеңені әкепті. Сен не қарадың, ей қатын, деп тамақты итеріп жібергенде дастарханнан ұшып түсіп, кілемге төгіліп қалды. Күйеуім қызарақтап орнынан тұрды да мені сүйреп далаға әкетіп қалды. Әкем үшін кешірім сұраймын, өзінің сондай мінезі бар деп жұбатпағанда кетіп қалуға шақ тұр едім. Ертеңіне даладағы асханадан атамыздың жан даусы шықты. Не болды екен деп жүгіріп барсам, кешегі қуырдаққа аршыған картоптың қабығын ақтарып жатыр. Алдын бетіме тіке келіп сөйлемей, бәрін енеме айтып отыратын еді. Бұл жолы көкшіл көзін тіке қадап тұрып, қолың қисық па, әлде өміріңде картоп ашып көрмегенсің бе? Жонып жартысын қоқысқа тастапсың ғой деп айқайласын. Кешегі қорыққаным бар. Атамның алғаш рет бетіме қарап ұрсып тұрғаны бар. Қорыққаннан қалтырап сол жерде талып қалыппын. Өзім тұңғышыма аяғым ауырлап, мазам болмай жүрген. Соны білген күйеуім, егер сенің кесіріңнен балама немесе әйеліме бір жағдай болса, өмір бойы бетіңе қарамай өтем деп әкесіне ұрсып беріпті. Содан кейін кішкене басылған. Енем де қайтейін, қартайғанда басылар деп күтсем, одан бетер үдетіп барады. Тастай салатын қоқыс емес, қуып шығара алмайсың, амал жоқ, шыдаймыз енді деп жылап мені жұбатқан. Екінші баламды босанып келгеніме 2 апта өткенде енем өмірден өтті. Әлі қырқымнан шықпаған мен үшін бұл үлкен соққы еді. Белім қатпаған, балам әлсіз, көңіл айтып келетін кісілердің санында есеп жоқ. Баламызды емізейін деп бөлмеме сәл кіріп кете қалсам, неғып жатсың сен? Шық кәне, келгендерге шай бер деп бөлмеме баса көктеп кіріп келетін.
Арасында абысыным келіп қарасқандай болады, бірақ ошағы бөлек адам болғасын көп жүрмейді, өз тірлігі бар дегендей ғой. Енеміз кеткелі көп ішетін болды, балаларын да тыңдамайды. Арақты қораға, асханаға, гаражға, барлық жерге тығып тастаған. Аузы бір босамайды, ішіп алса енемді жоқтап жылайды, тірі кезінде қадіріне жете алмағанына өкінетін шығар. Бірде балам қатты ауырып, қайта-қайта ыстығы шығып әбіржіткен. Қараса, қоятын күйеуім де такси боп тойға адам алып кеткен тұғын. Кешкі тамақтың ыдысын апыл-ғұпыл жудым да, балама қарайын деп бөлмеме кіріп кеттім. Сол аралықта қалжырап ұйықтап кетіппін. Бүйірімнен біреу теуіп оятты. Сөйтсем, ішіп алған атам тұр. «Ей қатын, өзің тойып алып ұйықтап жатсың ұялмай. Ал мына иттің тамағын неге бермегенсің сен? Енең кеткелі құтырып кеттің, қадағалайтын адам жоқ боп», деп бір табақ жуындыны тәлтіректеп бөлмеме төгіп кетті. Әдейі істемеген шығар, мас болып төгіп алды деп жұбатам өзімді. Бірақ теуіп оятқаны ақылға сыймайды екен. Күйеуіме кетейікші, еншімізді алып, тыныш өмір сүрейікші деп айтсам, інім үйленбей ешқайда кете алмаймын деп отыр. Онысы 20-дан енді асты, үйленетін ниеті жоқ. Үйленсе де әкесімен сыйысып, ынтымақтасып өмір сүруі екіталай, жиі керісіп қала береді. Балаларымның әкесі үшін, балаларым үшін бәріне төзіп келемін. Бірақ шыдамадым. Шыдамым да шегіне жетіп қалды. Алда не боларына жауап бере алмаймын.